Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін ешқандай пісіруді қажет етпейтін торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар печенье, грек жаңғағы, қаймақ және варенка. Ең алдымен ыдысымызға печеньемізді үгітіп салып аламыз. Менде бұл жерде топленое молоко печеньесі шамамен 1 килограммдай кетті. Осылай видеода көрсетілгендей өте үлкен емес, өте ұсақ емес, орташа көлемде үгітіп аламыз. Бөлек ыдысымызға варенкамызды саламыз, оның үстіне қаймағымызды саламыз. Екеуін бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Блендермен араластырсаңыздар да болады, бірақ мен бұл жерде қасықпен араластырып алдым. Осы дайын болған массамызға печеньелерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Грек жаңғақтарымызды үгітіп, печеньелерімізге қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егерде массамыз сұйықтау болса, үстіне тағы да печенье қосып жіберіңіздер. Себебі бұл жерде біздің массамыз қатты, нығыз болу керек. Осы дайын болған массамызды енді тарелкаға жинап, әдемі форма жасайтын боламыз. Қасықпен қаттырақ басып, нығыздап жинаңыздар, сонда торттарыңыздың формасы әдемі болады. Мінекей мен осылай жинап алдым. Енді бұны 2 сағатқа холодильникке жіберем. Менде 2 сағат өтті, холодильниктен шығардым тортымды. Енді осының бетін әсемдеу үшін шоколадты үккіштен өткізетін боламын. Міне біздің муравейник тортымыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін болам. Кез келген дастарханыңыздың сәні болады. Осы тортты жасап көріңіздер. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.